Каринамын. Көп балалы отбасында толдым. Анам үй шаруасымен айналысады. Әкем болса фермер. Нақтырақ айтқанда, жалданып жұмыс істейді. Біздің жеке шаруа қожалығымыз жоқ. Иә, солай. Мен бала кезден бай болуды армандап келемін. Ақшам көп болғанын қалаймын. Ата-анама көмектессем деген ниетім бар. Бір күні саябақта серуендеп жүріп, жақсы киінген бір кісіні байқап қалдым. Бизнесмен сияқты. Жаныма келіп, отбасым туралы оқуым жайлы сұрай бастады. Мен оған кедей тұратынымызды, жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндігім жоқ екен, және мектепті бітіргеннен кейін бірден жұмыс істейтінімді айтып бердім. Ол маған Гарвардқа оқуға түс, сенің қолыңнан келеді деді де кетіп қалды. Оның соншалықты сенімді айтқанына мен таң қалдым. Өзім туралы осындай жақсы ойды бірінші рет естіп тұрмын. Әрине, әке-шешем мені мақтайды, бірақ шынайы емес, жай жақсы көргендіктен болар. Әлгі кісінің айтқаны мені қатты қанаттандырды. Оқуға түсем деп алдыма мақсат қойдым. Мектептегі жағдайым мәз емес еді. Емтихан тапсырғанша жақсы бағалар алуға тырыстым. Оңай болған жоқ. Құрбыларым би алаңына барып көңіл көтеріп жатқанда, мен басымды кітаптан көтермедім. Қысқы демалыста да оқуға тура келді. Маған басқа қаладан көшіп келген мұғалімім жақсы көмектесті. Ол да оқуға түсетіме сенімді еді. Әке-шешем де менің білім алуыма көмектесер еді. Бірақ ақшасы құрғыр, бұлай тартсаң да, олай тартсаң да жетпейді. Сол себептен де оларға Гарвард туралы түс жарған жоқпын. Ұстазымның арқасында мектептегі емтиханды үздік тапсырдым. Гарвардтың сайтына тіркеліп, өзім туралы қысқа эссе жазып жібердім. Менің тапсырысымды қабылдады. Көп ұзамай емтихан тапсыратын уақыт келді. Мұғалімім ұшаққа билет алуға көмектесті. Оқу орнында талапкерлер көп болды. Бәріміз анкета толтырып 3 сағаттай тест тапсырдық. Қатты қобалжыдық. Үзіліс кезінде бір-бірімізбен сөйлесіп пікір алмастық. Міне қорытындының шығатын кезі келді. Қажетті балды жинай алмадым деген үрей басым болды. Сонымен қолыма тегім жазылған конвертті алып, ашып оқыдым. Өкінішке орай, сіз оқуға түсу үшін қажетті балды жинай алмадыңыз. Бірақ уайымдамаңыз, келесі жылы тағы да бағыңызды сынап көрсеңіз болады деп жазылған екен. Қалай ойлайсыздар? Сол кезде мен қандай күйде болдым? Алғашқы 2-3 күн бойы өз-өзіме келе алмай жүрдім. Бөлмеме қамалып, шыға алмадым. Ұйқы қашты, ас батпады деп жылаумен болдым. Ұстазым маған демеу көрсетіп, соншалықты қиын жағдай емес екенін түсіндірді. Дайындықты жалғастырып, тағы бір мәрте бақ сынап көру керектігін айтты. Ештен кеш жақсы демекші, Гарвардқа түсуге талпынып көруге бел будым. Биыл әкеме көмектесу керек. Мектепті бітірдім, қолым бос. Сөйтіп жүргенде күтпеген жағдай орын алды. Сенесіздер ме? Гарвардтан хат келді. Таңғалып хатты ашып оқыдым. Құрметті Карина Каримова, сізден кешірім сұраймыз. Техникалық қателіктерге байланысты тест нәтижесі қате болған екен. Сіз 2400 балл жинап, біздің университетке оқуға түстіңіз. Сонымен қатар, сізге ұшаққа билет жібереміз және оқу барысында материалдық көмек көрсетілетінін жеткіземіз. 10 күн аралығында өзіңізден жауап күтеміз делінген екен. Иә, мен дәл осылай айғайладым. Қуанғанымнан жылап жібердім. Менің дауысымды ести сала анам жүгіріп келді. Жақсы жаңалықты естіген анашым да қатты қуанды. Ұстазым болса, мен саған міндетті түрде Гарвард студенті атанасың деп айтпап едім деді. Ең қызығы, мен Гарвардта оқып жүргенде әлгі саябақта кездестірген кісіні көрдім. Ол осы оқу орнында сабақ береді. Өзі біздің қаланың тұрғыны екен. Міне достар, осындай керемет оқиға басынан өтті. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңдар. Біздің каналға жазылуды да ұмытпаңдар.